Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, бір шыққаннан әдемі болып шығатын пончиктердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер және менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрамына керекті заттарды дайындап аламыз. Тапты таза тұрған ыдысымызға жылы сүтімізді және де қантымызды, сары майымызды салып араластырып аламыз. Үстінен жұмыртқамызды салып аламыз, оны да жақсылап араластырамыз. Үстінен құрғақ ашытқы салып аламыз, мендегі құрғақ ашытқы. Енді илектен өткізіп алған ұнымызды қосып қамыр жасап аламыз. Енді қасығымызды алып, қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осыны салафанмен жауып, 1-1,5 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Міне менде қамыр 1 сағаттай тұрды, әдемі болып көтеріліпті. Енді столымыздың үстіне ұнды сеуіп, үстінен қамырымызды түсіріп аламыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың болуы да қажет емес. Дәл осылай орташа теңдікте жаямыз. Дөңгелекше етіп кесіп алу үшін мен дәл осындай насатканы қолданамын. Енді бәр қамырларды осылай дөңгелекше етіп кесіп шығамыз. Осындай қалып жоқ болатын болса, стаканның көмегімен қолдансаңыздар болады. Және де ортасын тесіп алу үшін дәл осындай кондитердің насаткамен қолдандым. Сіздерде жоқ болатын болса, ортасын теспей қойсаңыздар да болады. Енді қызып тұрған майымызға пончиктерімізді қызарып пісіртіп аламыз. Екі жағы да әдемі болып қызаруы керек. Міне пончиктеріміздің екі жағы осылай әдемі етіп қызартып аламыз. Құрамында қанты болғаны үшін пончиктеріміз қызып тұрған майда тез қызарып шығады. Біздің пончиктеріміз дайын болды. Үйде кішкене ғана шоколад бар еді. Сонымен шоколадпен сары майды салып, ерітіп алып, 5 дана пончиктерімізді осылай шоколадпен жағып алдым. Және де қалған пончиктерімізге сахарны пудра сеуіп аламыз. Сахарны пудраны барлық жеріне түгелде сеуіп әдемілеп шығамыз. Және де шоколадтың үстіне мен грек жаңғағын қолдандым. Кішкене үстіне сеуіп алдым. Сіздер өз қалағандағыдай жазсаңыздар болады. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.